Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Жермен қоса сол енді экологияға, өндіріске тығыз байланысты. Өте көптеген өзгерістер болып жатыр. Көптеген өзгерістер. Айтып жатыр, жастарды итермелеу қиын болып жатыр деп. Неліктен өйтіп айтады? Бізде қазіргі жастарға өте үлкен көптеген мемлекеттерде жастарға болашақ өскелең ұрпаққа біздерге өте үлкен жүк қалып отыр. Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. Жобаның жүргізушісі мен Ерғали Әбуғали. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Сонымен бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз 21 ғасырдағы ғылым, жастардың ғылымға деген көзқарасы. Сонымен алғашқы сөз кезегін Дәулет мырзаға береміз. Сөз өзіңізде. Армысыздар, құрметті замандастар. Қазір біз енді лекция емес, еркін форматта өзімнің көрген, сезген нәрсемді айтатын болсам, 21 ғасыр өте ерекше заманда өмір сүріп келе жатыр қазіргі кезде. Біз бір қарағанда мүмкін қатты байқамауымыз мүмкін, әлі күнге дейін өзіміздің бір жеке қоршаған ортамызда, жеке бір өзіміздің қоршаған адамдардың төңірегінде әлі байқамауымыз мүмкін. Бірақ шын мәнінде осы енді ғылым саласына қызмет еткеннен кейін және де көп және сол мысалы мелиорация, жерді баптау және қорғау менің бағытым. Енді жермен қоса сол енді экологияға, өндіріске тығыз байланысты. Өте көптеген өзгерістер болып жатыр. Көптеген өзгерістер. Енді 21 ғасырда білім және ғылымды дамыта алмайтын мемлекеттің болашағы жоқ. Ол белгілі. Бізде қазіргі жастарға өте үлкен көптеген мемлекеттерде жастарға болашақ өскелең ұрпаққа біздерге өте үлкен жүк қалып отыр. Байқамайтын. Біріншіден экономикалық көптеген қиындықтар, көптеген қарыздар бар, көптеген нелер бар экономикалық жағынан. Екіншіден, және де біздің сол ғылымды дамыту, жәмесе ғылыми жолға тек қана осы ғылым, білім жолына үлкен септігін тигізе қосудан бөлек, өзіміздің ғана бөлек және біздің алдымызда үлкен аға буындарымыз, бұлай әке шешелеріміз, үлкен өскелең ұрпақ, енді былай айтқанда үлкен аға буынның да жүгі бар. Және соны да арқалауға тура келетін заман. Және де біз қазір көпсіміз соңғы жағдайларға байланысты, пандемияға байланысты көп нәрсеге бейімделдік. Бірақ әлі өзгермедік. Бірақ бұл ғасыр өзгеретін ғасыр және өзгертетін ғасыр. Бұл айдан анық. Ғылым өте қарыштап дамитын кезең. Неге десеңіз, қазіргі кезде өте көптеген мәселелердің беті ашылды. Ал сол мәселелерді шешетін тек ғылыми жолмен, ізденіс жолмен шешпесек, көп мәселелерді, көп проблемаларды шешетін кезде өзі арзан, тез және локалды түрде. Біз бұрынғы кезеңде кез келген елдің ғылыми техникалық прогресіне көп сүйене білдік. Бірақ қазіргі кезде
мәселе үлкен болғанмен, проблема үлкен болғанмен, және біздің жастарға өте үлкен мүмкіндіктер бар. Неге? Біріншіден, жердің арғы бетінен, жердің бергі бетіне біздің елге көптеген ғылыми өндірістік тауарлардың жетуі қиындық туып жатыр. Және де сол кезеңде біз осы мекенде, осы елді мекенді қамтитын сол қажетті ғылыми техникалық өнімнің қажеттілікті өтейтін осы жерде локалды түрде өндіріс ошақтары, ғылыми жобалардың іске енуіне үлкен мүмкіндік. Үлкен алпауыттардың сәл шайқалған кезінде енді біздің жастарға қарыштап дамуға үлкен бір мүмкін бір кезеңдер. Сол кезеңде егер біз шынымен өзгере алатын болсақ, өте үлкен бір кезеңдер бар. Қазіргі таңда мемлекеттік деңгейде, қоғамдық деңгейде, бизнес деңгейінде ғылымға бет бұру керектігін түсініп, және соған қарай жол басталды. Бейімделулер басталды. Бірақ түбегейлі өзгеріс басталған жоқ. Бірақ бұл үлкен мүмкіндіктер, және біздің жастарға тез осы аз уақыттың ішінде өзгеру керек. Өзгермесе ол өте бір қиындықтан, бірақ сол қиындық арқылы да біз дамимыз ғой, бірақ қиындықтардың алып келуіне айдан анық. Енді менің мамандығым, менің ізденіс жолым өндіріс саласында, анық осы мұнай мен газ өңдеу саласында байланысты болды. Өндіріс саласында 10 жылдай қызмет атқардым. Енді одан кейін жердің экологияның осы жақын арада, мысалы Арал теңізі, Барса келмес аралы, сол жерлерден, сол алқаптардан келді. Және де қазір байқағандай бізге қалған мұрадан жерімізді көріп отырмыз. Ластанған, су жүйелері бұлғанған, тіпті енді көптеген су өзімізге мысалы жер асты суларынан алып отырған, кәдімгі ішіп отырған суларымыздың өзін егер химиялық зерттеулерге салатын болсақ, оның өзінде де байқаймыз қандай мысалы интенсивті, агрессивті бір антропогенді өзіміздің адамның іс-әрекетінен болған қаншама қоршаған ортаға зиянды нелерді байқаймыз. Нитраттардың өсуі, және содан адамдардың денсаулығына зиян болуы, және де топырақтың тозуынан, құнарлығының түсуінен оның биогецинозы, былай айтқанда вирустарды, бактерияларды жұта фильтрлеуші қасиетінің төмендеуі, соның көбісі мұздықтардың еруі, соның көбісі бізге өте үлкен глобалды проблемаларды алып келеді. Бірақ енді сол әркім өзінің деңгейінде, және біздің жастарымыз сол мәселелерді шешпесек, онда көптеген қиындықтар болуы мүмкін. Сол кезеңде біздің шыны керек, жастарымыз әлі де ғылымға бір оянып, ғылымға бір бет бұрып, қатты бір ұмтылыс, және сол мәселелерді шешем деп неған ұмтылыс, қайнап тұрған, жанып тұрған ұмтылыс әлі де байқалмайды. Жақсы, рахмет. Олай болса, екінші спикерімізге сөз береміз. Ортамызда Айдар мырза. Сөз кезегі өзіңізде. Салмасына, ұқсатпашы. Дау мәселесі орнап отыр. Ол деген ол Вашингтонда қиын салаға. Бұның бір келісімге жету үшін оған көптеген уақыт керек, көптеген қаражат керек, көптеген еңбек керек. Біз қазір ғылымды дамыту үшін біз тек қана жастарды ғана қолдау көрсетуіміз керек. Жастарды қолдау көрсету үшін және тек ауылдан бастап ғылымның не екенін, ғылыми арнау үшін қандай жолдан өту керек екенін, ол жолдан қандай қиын және де ғылымға жеткеннен кейін оның пайдасы қандай екенін оны түсінуіміз керек.
біздің жастар қазір ең бірінші қарасаң табыстардан тұрады, табыстар. Ғылым саласында ол бірден табысқа кездескен нәрсе емес. Ғылым саласының табысқа жету үшін көбінесе жұмыстар өткізу, көптеген уақыт керек, көптеген қаражат керек. Сондықтан мен ойлаймын қазір мемлекет тарапынан енді қолдаулар көрсетіп жатыр. Қазір кез келген жас буынға жол ашық, таңдау көп. Бірақ ол толық түсінбейді. Оның деген нәрсені жасаңыз толық түсінбейді. Жастарға көбінесе басқада мысалы айналысатын нәрселер бұл, көптеген керек емес нәрселерден шектеу болмайды. Жасаңыздар нағыз жол таңдайтын уақытта жастарға сол кезде біз көптеген қолдау көрсетуіміз. Сосын ғылым саласында айналысатын жастарымыз бар, көп емес, бірақ көбінесе жастарымыз аяғына дейін жетпейді. Өйткені орта жолға келген кезде қаражат мәселесі сол ары қарай жалғасуға шектеу қойылады. Дамытуға мүмкіндік бар. Өйткені ол деген аз қаражат қажет ол деген көптеген қаражат, көптеген шығындар қаржысы. Мысалы ғылымның бір әсер еткен себебі қазір бізде ғылым саласында өнертабыс дегендер өте көп. Көптеген адам мысалы өзінің өнерін тауып, өнертабысын алып, патентін алып, соны ары қарай өндіріске енгізе алмай жатыр. Өйткені өнертабыс пен өнертабыстың арасында ешқандай байланыс жоқ. Оған сол ғалымдарға даму үшін, сол ғалымдарға өнертабыстан ары қарай өндіріске енгізіп, ары қарай даму үшін мен ойлаймын, екеуінің арасында бір жүйе ұйымдастыру керек. Ол әрине мемлекетіміздің облыстың өңірінде табылады. Сосын жастарымыз көбінесе қызықтыру керек ғылым саласында. Көптеген шаралар, көптеген жаңағы университеттер, конкурстар бар, конференциялар бар. Сондай шараларға жастарға көптеген қатысу керек. Ол әрине жастар бір нәрсені айтсаң, олар қайда саламыз соны дейді. Қазір заман талабына енді кескілерден басқа пайдаланып жатыр. Сондықтан енді ол шаралар әрине көптеген өтіп жатыр. Мен өзім Тараз университеті жас қазір кеңесінің хатшысымын. Біздің кеңестің атынан жылда ел 7-ші жылдықты жастардың деген халықаралық республикалық деңгейде конкурс бар. Ол республикамыздың мектеп оқушыларының арасында үздіктерді анықтап, сол конкурстан сол үздіктерге біз университет тарапынан грант береміз. Тегін оқиғаны. 4 жыл барлық оқу жылына тегін оқу грант береміз. Осыдан басқа да мысалы шаралар бар. Көбінесе жаңағы осы ғылымды дамытуда тұңғыш президенті елбасымыздың қоры көптеген іс-шаралармен көптеген атсалысуда. Біз солармен бірге отырып, былтыр ғана халықаралық деңгейде жас ғалымдардың арасында қазіргі Қазақстандағы инновациялық даму жолдары тақырыбында халықаралық конференция өткізді. Сол жерде де көптеген жаңалықтар, көптеген жастарға қажетті бағыттайтын жолдарымыз бар. Бірақ қатысу мәселесіне келген кезде жастармен нәрсеге есептеп қиын болды. Жастарды қолдау үшін ең бірінші ғылым деген нәрсені негізі елімізде біріншіден келіп қою деген сияқты. Қаржыландыруды қалада қою деген сияқты. Себебі мәліметтерге қарасақ, дамыған мемлекеттерде ғылым жолына бар. Кез экономикасы дамыған, ол ең бірінші даму. Ғылым саласы дамыса, ол мемлекет ол бірден көтереді. Ол қазіргі заманның талабы сондай. Жастарымыз көп әрине, ғылыммен айналысатын жастар. Ол сол ғылым саласын білетін жақсы жастарды іріктеп алу керек. Оның бәрі ғалым болып сөз емес. Іріктеп алып, соларға көптеген қолдаулар көрсетіп, аяғында кемшіліктер бар. Оның үстіне жаңағы еліміздің көптеген байқау қалаларымыз көп қой, солардың арасында жаңағы спонсор дейміз ғой. Спонсорлар көбейту керек. Онға деген басқа да бір қолдаулар көрсетіп,
ары қарай дамыса, жастарға кішкене үлгерсе, ары қарай жастар соны қызығады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Олай болса, біздің үшінші спикерімізге де келіп жеттік. Нұрсәуле Бикеш, сөз кезегі өзіңізде. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Сейітбек Нұрсәуле. Мен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің 4-ші курс студенті болып табамын. Енді маған әлі де біртүрлі 4-ші курс деп айту, өйткені бағанағы спикерлердің сөздеріне қосыламын. Бірақ бір менің айтатыным бар, жастардың атынан, жастар деп жатыр ғой. Айтатыным бар, ол айтып жатыр, жастарды итермелеу қиын болып жатыр деп. Неліктен өйтіп айтады? Бірақ жастарды итермелеу деген ол жарнамала жетіспейді деп ойлаймын ғылыми жағынан. Өйткені ғылыми зерттеу жұмыстарын тек қана ғылыммен қызығушылығы барлар ғана ізденіп жатып тауып алады да ол жарыстардың барлығын. Оған жарнама жетіспейді, оны біз қызығушылығы енді оянып келе жатқан жастарға оны табу қиын. Алдыңғы спикерлерге қосып айтқым келеді. Мен енді Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде оқып келе жатқаныма 4 жыл болды. 4 жыл ішінде ғылыми жетістіктерімді мақтанып айта аламын. Университет барлық жағынан қолдайды. Мектеп кезінен бастап жетекшілерім ғылыми жағынан тартып, әртүрлі салаларда көзім бағын сынап көрдім. Енді мен мамандығым кадастр мамандығы болғандықтан өзімді жер саласына қарай бұрдым. Мамандығым арқылы ғылыми жағынан дамығым келді. Бірінші курсқа түскен сәттен бастап ғылыми жағымды іздей бастадым. Бірінші ең алдымен мен кураторыма барып ұсыныс тастадым, осындай ғылыми жағынан дамысам қалай болады. Негізінде жастардың өздері ізденуі тоже керек. Қандай ғылыми жарыстар бар, өздеріңіздің кураторларыңыздан болмаса жетекшіні дұрыс таңдай білу керек. Кураторымнан барып сұрадым, олар маған әртүрлі ғылыми порталдарды, жарыстарды ұсына бастады. Сөйтіп бірте ғылыми дәрежелерімді және сонымен қатар ғылыми атақтарымды жинай бастадым. Өзіме портфолио құра бастадым деп айтсам да болады. Сонымен қатар бірінші курста мен Ресей Федерациясында болған Золотая осень деген ғылыми конференция бар. Сол жерден бірінші дәрежелі дипломды алдым. Сонымен қатар осы екінші курсында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студент зерттеуші деген удостоверение куәлігін алған болатынмын. Ол үшін ешқандай да интернеттен копировать ставить деген әңгіме жоқ. Ол жерде біз өзіміз презентацияны қорғап шығу деген әңгіме де жоқ. Ол жерде сен бүкіл осы уақытқа дейін жинаған ғылыми жетістіктерінің барлығын көрсету керексің. Ал ол үшін студент зерттеуші деген куәлікті алу үшін сенде көптеген ғылыми жетістіктер болу керек. Оны алу оңай емес. Сондықтан ең алдымен айтатыным, жастардың қызығушылығын ояту қажет. Ол ешқандай да қанша спонсор, қандай не болса да, ол егер жастардың қызығушылығы болмаса, егер оларға ешқандай жарнама оларды тартпаса, онда ешқандай да олардың қажеті жоқ болып қалады деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да айтатыным, біздің университеттегі PhD докторлар өздеріне астына жетекшілікке алады өзінің студенттерін. Менің жетекшім Абдешев Қуаныш, PhD доктор, философия ғылымдарының докторы болып табылады. Барлығы көп нәрсе жетекшіге байланысты, сондықтан мен өзімнің жетекшілердің барлығына алғыс білдірім. Тағы да бір айтатыным, менің ғылыми тағы да Польшада ғылыми журналда менің мақалам шықты тоже сондай. Мамандығыма байланысты барлығы. Ғылым деген үлкен сала, оның ішінде әртүрлі болады. Мысалы, ағамыз айтып кетті, экология жағынан айтып кетті, ал менікі жер саласы. Сондықтан жастардың барлығының әрқайсысының өзінің қызығушылығына қарай дұрыс бағдар беретін ол үлкендер болып табылады. Үлкен біздің аға буынымыз болып табылады. Сондықтан аға буындар жастарға дұрыс жол бағдар берсеңіздер, онда жастар барлығын іліп алып кете алады. Өйткені олардың қазір жас болғандықтан олардың қаны қызу болады, әртүрлі бағытта өздерін сынап көргілері келеді. Сол айтатыным. Рахмет. Жақсы, рахмет. Олай болса кішігірім сұрақ бөліміне көшейік. Дәулет мырза, алғашқы сұрақ сізге. Жалпы статистикаға қарасақ, әлемде, яғни Қазақстанның, яғни ғылымға бөлінген ақшасы өте аз, 1/3, жалпы ішкі өнімнің 1/3, мен қателеспесем, соңғы
статистикасы бойынша 1,3% құрайды екен. Ал дамыған мемлекеттерде жаңа ақш, Сингапур, Израильде одан да көп, жаңа 3,6 деген сияқты. Қалай ойлайсыз, қазіргі таңда жастарды біз ғылымға қалай қызықтыра аламыз? Себебі қазіргі жастардың жаңағы статистика жүргізіп қарайтын болсақ, көбісі жаңағы ақша табуға, Инстаграмда блог жүргізуге, өздерінің YouTube жаңағы жобасын жүргізуге көшіп жатыр. Бірақ шынымен бір жаңа дүние ойлап табатын ғылым саласында жастар жоқ емес, бірақ өте аз. Енді біздің жаңа айтып отырмыз, біз ғылымды бірінші орынға шығармасақ, біздің болашақта мықты мемлекет болып қалыптасуымыз екіталай. Демек, бұған біз жастарды тартуымыз керек. Бұған қалай тарта аламыз? Бізде жастардың арасында мықты ғылыми қызметкерлер, үлкен өнер табыс иелері де бар. Өкінішке орай жеке таныс болған жұмыс барысында таныс болған көпшіліктердің де шетел асып кетіп жатқандарын да байқаймыз. Сосын қаражаттар бар ғой, қаражаттардың аздығының себебінен ғылымға бөлінген, мысалы бұрыннан келе жатқан аға буындарымыз, ғылым жолында баяғыдан келе жатқан аға буындарымыз сол қаражаттың көзін тауып, және сол қаражатты игеруге мүмкіндігі көп жас ғалымдардан көрі. Сондықтан жастар не сол аз қаражаттың шамасына жұмсайды, не шетел асып сол ғылыми ізденісіне, қаражаттың көп табылатын жеріне кетіп жатады. Одан бөлек сол кейбір кездерде сол бір аға буынның арасында кейбір енді нелікті байқадық, көрдік, кейбір аға буынды үлкен нелердің ғылыми салада да сол салада бір конкуренция болады. Конкуренцияның кезінде біраз енді біреу жетеді, біреу жете алмайды, сондай нәрселерді болады. Сол ғылыми ізденісті сол қаражат көзіне ең басты сол қаражат көзін көбейту керек мемлекетте. Одан кейін жастарымызды енді өзімізді енді жас әріптестерді, замандастарға айтатыным, біріншіден мынау сөз бар ғой, өспейтін бала өнбейтін дауды қуалайды. Қазіргі кезде мәселе көп, қаражат жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дегеннің айтудан гөрі, ол мәселе көп болса, құрметті замандастар, ол мүмкіндіктер көп деген сөз. Басқа кезде мүмкіндіктер бола бермейді. Сол кезде егер сізде мықты, ең бірінші үлкен ой, үлкен идея, егер сізде үлкен идея, үлкен бір мықты өнім болатындай нәрсе болса, қаражат сізді шетел асып қуалап келеді. Ол үшін сол дәрежеге дейін, бірақ ғылыми зерттеу жұмыстарына көп мысалы лабораторный эксперименттерін жасаудың өзіне, реактивтердің өзі өте олда қаражат талап етеді. Қарапайым нәрселерді табу үшін, сол эксперименттер жасау үшін де көп қаражат. Енді сондықтан жастарға өндіріс ошақтарына, лабораториялар бар ғой, өндіріс ошақтар, сол жерлерге ағылуға, бірінші бір нәрседен бастап, бірінші өндірістің ішінен өтуге, жұмысшыдан болса да сол лабораторияларға барып, үлкен нелерге сол жұмыс істеп, соның ішінен өту керек. Одан кейін өзімнің енді шыны керек пайдасы тиетінде деп ойлаймын, марқұм апам айтып кеткен нәрсе, өзіңнің қандай болсын, қандай не болсын, өзіңнің әке шешеңді жамандама, қандай болсын ұстаздарыңды жамандама, ұстаздарыңды бір қай жерде, одан қандай болсын басшыларыңды жамандап әлек болып, сол анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, іспен, ізденіспен, егер есікті қақсаңыздар ашады, егер айқайласаңыздар естиді, егер бір ұмтылсаңыздар жетесіздер. Сол шыны керек, сол нәрседен ештеңеден мойымай, алдыға ұмтылып, үлкен бір
білмеймін деген нәрсені айтпай, көрейік, істейік деп ұмтылып, және сол жолда үлкен бір аз ұйықтап, көп еңбек етіп, көп онда сол алдыңнан көп нәрселердің өзі ашылады, көп есіктердің өзі ашылады, және сол есіктердің өзі ойламаған жерден сенің алдыңа келіп шыға келеді. Сол мынау қарындастарыма, замандастарыма үлкен тағы да айтайын, басқа кезеңде сіздерге ешкім мүмкіндік бермейді. Осындай кезеңдерде күйгелең болып жатқан кезде сіздерге құрметті жастар, сіздерге замандастар, сіздерге өте үлкен мүмкіндік осындай кезеңдерді пайдаланып, жетістіктеріңізді паш етуге және үлкен бір еңбек майданына түсуге өте үлкен мүмкіндік. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақты Айдар мырзаға қойсақ, жалпы университетте жастардың ғылыммен айналысуына мүмкіндік бар деп отырсыздар. Ғылым деген ол жаңа Дәулет мырза айтпақшы, лаборатория болған жерде дамиды. Жалпы университеттің осы жастардың ғылымға келген кездегі әрмен қарай дамытуына сондай мүмкіншіліктер бар ма лабораториясында? Әрине бар. Жалпы университетте су ресурстары бойынша үлкен лабораториямыз бар. Нано лаборатория жаңа технология дамыған кезде ол Қазақстанда ондай толық дамыған деңгейдегі лаборатория екеу ғана осы. Біз университетіміз және Астана қаласында зерттеу институты бар. Ол жерде барлық ғалымдарға барып және жасалған. Біздің ғалымдарымыз, университеттің ғалымдары шетелге барып, дамыған мемлекеттің жаңағы лабораторияға барып, сол жақта ғалымдармен тәжірибемен алмасу арқылы көптеген мысалы машинелер үйреніп жатыр. Одан қалса шетелден келіп бізге де ғалымдарымыз біздің айналысқан ғылымды көріп жатыр. Бізде университетте қолдау көп әрине, жастарға қолдау көп. Бізде жылда біраз PhD докторларымыз қорғап шығып жатыр. Өздерінің істеген жұмыстарын бәрін ақтап шығып көрсетіп жатыр. Және де жаңағы біз көптеген іс-шараларды ұйымдастырамыз ғой. Тек қана университеттің арасында емес, айтып кеттім, мектеп оқушыларынан бастап оларға да қолдау көрсетіп жатыр. Және университеттің ішінде бізде ұйымдастырған көптеген іс-шаралар бар. Университеттің деңгейінде, республикалық деңгейінде, мысалы айтсақ, біздің жас ғалымдар кеңесі жаңағы тұңғыш президенті елбасының қорының 2 кеңес мүшеміз былтыр лауреат атанған. Және де қаржылай сыйлық алды сол лауреаттан. Сосын 2 рет Қазақстанда болмаған жағдай біздің жас ғалымдар кеңесіміз 2 рет ең үздік жас ғалымдар кеңесі атанды. 2 рет атанды. Ол дегеніміз біздің ғылым жолында көптеген жетістіктерге жетіп жатыр деген нәрсені көрсетеді. Жақсы. Жастарға да қолдау көп. Мектеп оқушыларына да қолдау көп. Біз жалғыз бір ғана іс-шара емес, көптеген іс-шара ұйымдастырып, мектеп оқушылар арасында көптеген жаңағы жеңімпаздарға тегін грант беріледі. Жақсы, рахмет. Олай болса қорытынды сұрағымызды қояйық. Студентімізге жаңа естідік, көптеген мақалалар жазыпсыз, шетелдерге шығып қайтыпсыз. Осы ғылым саласында өзіңіздің тәй-тәй баспалдақ ретінде шығып келе жатыр екенсіз. Жалпы университет бітіргеннен кейін осы ғылым саласында қандай бір жетістікке жеткіңіз келеді, қандай жаңалық ашқыңыз келеді, сол туралы айтып өтсеңіз. Меніңше ол ғылым деген бұл кішігірім азарт сияқты. Бір шыңды бағындырған кейін ғылымның екінші шыңына дейін уже азартпен барасында, өйткені бір рет бағындырғаннан кейін ол қызығушылығың одан сайын артады, одан сайын бағындыра бергім келеді, одан сайын шыңдарға шыға бергім келеді. Мен қазір бакалаврды бітіремін, осы 4-ші курстан кейін, бірақ ойымда ары қарай жалғастыру бар, магистратураға түсу. Жетекшімен бірге әлі де көптеген жоспарлар құрып жатырмыз ғылыми жағынан дамуға.
жетекшімнің жолын қуғым келеді. PhD доктор, философия ғылымдарының докторы атанды. Сонымен қатар көптеген ғылыми жетістіктерге жетті. Тура сол жолды мен де қайталағым келеді. Жақсы, рахмет. Құрметті достар, біз бүгін өңірдегі ғылымның дамуын, 21 ғасырдағы жастардың ғылымға деген көзқарасын туралы сөз қозғадық. Жалпы мәселелерге көп, осы ғылымның жарнамалануы төмен, Қазақстанда ғылымға деген қаржының аз бөлінуі біздегі ғылымның дұрыс дамуына әлде болсын тежеуіш болып отырғандығын байқадық. Алдағы уақытта осы мәселелер шешілсе, еліміз гүлденіп, ғылым саласында жетістікке жететін жастарымыз да артатындығына сенеміз. Келесі саналы толқыста кездескенше аман сау болыңыздар.